Негізі мен дұрыс емес болып тұрмын. Толық тұрмын. Мен 50-ге келсе кішкене енді өзіме арнап бір өлең жазып қойдым. Осы отырғанның барлығына өлең арнап келе жатырмын ғой. Әйелдерге, қыздарға, кешені құрдастарымыздың келіншектерінің бәріне арнап бір жазғаным бар. Сен оның бәрін көрдіңдер. 50-ге толғасын арасында бір давлением көтеріп кететіні бар. Сол давлениемді арасына қосып қойдым. Енді мен өз жазғанды өзім жаттай алмаймын, бірақ жаттап дайындағаным оқып айтып берейін. 50-ге келдім. 50-де де еңсеріп, көңілім жас 25-де еңсеттім. Бас айналып қан қысымым ойнаса, оны да қоям, арасында тексеріп. Жүрек шіркін 20 жастай жайнап тұр, ішкі сезім есейдің деп қайрап тұр. 50-ге келіп, ел ағасы болған соң, қояды екенсің, алдатынды ойлап бір. 50 деген 100 жастың тең жартысы. Елдің алдым, азын аулақ, кішігірім әркімдердің алысын. Ешкімдің режим келмейді, алғым келмейді, ешкімдің де қарысын. Ойлап қоям. 50 жас қалай ғана кезгерді деп. 50 жаста не осы өзгерді деп. Алдыңғы ұн, аға, әпке, үлкендерден естуші едім, 50 жасың келгенін сезбедім деп. 50-де де ата-анаға балалайсың, бірақ сөзіңді баламын деп санамайсың. Ұлың қыздың жетіліп тұрғаннан соң, көбінесе көңіл бөліп оларға қарайлайсың. 50 жаста осы еместің ерегетін, жас еместің жас балаша желігіп секіретін. Көңілің жай, денсаулығың жақсы болса, нағыз жас қой 50 жас семіретін. 50 жас барлық жанға күліп келсін, 60-70 алжан басып асаңдамай аяғымен жүріп келсін. 80-90 немере шөбере шөшекпенен серуендеп, ал енді 100 жас барлығымызға, барлық жанға, ал енді 100 жас ол өтінше бір бүлік берсін деп жазып бердім.